Sүйген жанымсың. Жайнаған сен менің қызғалдағымсың. Кездеспесенде жан күз болғаным шын. Жемісін мен үшін тізген бағымсың. Арай таңымсың, сүйген жанымсың. Тал бойында бір мін жоқ түнгі жалынсың. Сағынсам салатын сүйгім дәнімсің. Өзіңсің бақ құсым алтын қауырсын. Жаным аңсадым, жаным аңсадым. Аспанда аққулар тізбектелгенде, жүрейік сырласы біз көктемдерде. Сағынып өзіңді іздеп келгенде, оттай жанбайын, таппай қалмайын. Мен сені жайдары күнге балайын, жауқазын алқызыл гүлге балайын. Сен келіп ашасың көңіл сарайын, сен толған айым, ғашық болайын. Сен едің сағыныш, сенсің аңсарым, жүректің шаттығын қалай таусайын. Телефон іздесін нәзік саусағым, жаным аңсадым, жаным аңсадым. Аспанда аққулар тізбектелгенде, жүрейік сырласы біз көктемдерде. Сағынып өзіңді іздеп келгенде, оттай жанбайын, таппай қалмайын. Мен сені жайдары күнге балайын, жауқазын алқызыл гүлге балайын. Сен келіп ашасың көңіл сарайын, сен толған айым, ғашық болайын. Аспанда аққулар тізбектелгенде, жүрейік сырласы біз көктемдерде. Сағынып өзіңді іздеп келгенде, оттай жанбайын, таппай қалмайын. Мен сені жайдары күнге балайын, жауқазын алқызыл гүлге балайын. Сен келіп ашасың көңіл сарайын, сен толған айым, ғашық болайын. Сен келіп ашасың көңіл сарайын, сен толған айым, ғашық болайын. Пәк сезім. Сезімім мен еді, көңілім арайлы, көзіңнен әдемі шұғылат арайды. Кезімнен ес білген, сезбеген ешкімнен, өзіңді көргелі бір бақыт кештім мен. Кезімнен ес білген, сезбеген ешкімнен, өзіңді көргелі бір бақыт кештім мен. Көркіңе ұрлана қараймын бір қанбай, тағдырым толғанай, жаңалып тұрғандай. Келеді сырласқым, келеді мұңдасқым, сен бірақ мен үшін шешілмес жұмбақсың. Келеді сырласқым, келеді мұңдасқым, сен бірақ мен үшін шешілмес жұмбақсың. Сен бірақ мен үшін шешілмес жұмбақсың. Бізге қол бұлғайды шуақты күн алдан, кеудемді тулайды сен жайлы бір арман. Нұр болып көрінген, сезімсің төгілген, өзіңді аңсаймын өзімшіл көңілмен. Нұр болып көрінген, сезімсің төгілген,
өзімшіл көңілмен өзіңді аңсаймын, өзімшіл көңілмен, өзімшіл көңілмен. Бөтен қыз. Сырымды кімге айтамын, мұңымды кімге айтамын, сен жүрген үйдің ауласын сығалап күнде қайтамын. Аңсаумен сені өтерміз, бақытқа бәлкім жетерміз, кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Жеткізе алмай хатымды, күнімді күтіп батырдым, жеңгеңнен сұра білдім мен, бөтен қыз сенің атыңды. Аңсаумен сені өтерміз, бақытқа бәлкім жетерміз, кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Сен жаққа әркез алаңдай, барайын десем бара алмай, көшеңнен күнде өтемін, кездесуге амал таба алмай. Аңсаумен сені өтерміз, бақытқа бәлкім жетерміз, кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Кездеспей кеттік бекер біз, ауылға келген бөтен қыз. Достар, осылай мен қолым бос кезде ән айтатыным бар негізі. Талант бар, таныс жоқ. Шынымды айтсам, бала күнімнен мен ән айтуға құмар жігітпін негізі. Осылай мен қазақша әндерді айтамын. Сондықтан мен YouTube канал ашқан себебім осы ғой. Мен әндер айтып, қазақша жанды дауыста қазақтың әндерін айтып, мен YouTube канал ашқан болатынмын. Достар, мен байқап отырмын, осы каналымдағы видеоларды көретін адамдар көбісі, жартысынан көбісі менің YouTube каналыма тіркелмейді екен. Сіздерден бір өтінішім бар. Осы видеомды көріп отқан адамдар, бәріңіз осы YouTube каналыма тіркеліңіздерші деген менде бір өтініш бар. Өйткені менің каналымның дамуына үлестеріңіз қоссаңыздар екен. Егер сіздер көбірек қосылып тіркеліп отырсаңыздар, бұл каналды ары қарай жалғастырамыз, дамытамыз. Әрине қазіргі таңда комментарийлердің көбісінде жазып жатады, микрофонмен айтсай, арнайы аспаптармен айтсай, тағы да музыкамен айтсай деген менде сұрақтар келіп жатады. Енді мен ондай сұрақтарға мен жауабымды бере кетейін. Жалпы негізінде олай істеуге болады, әрине. Бірақ мен шынымды айтсам, қазір менің подписчиктер саным бар жоғы 800 адам. Тағы да менде қаралым саным өте аз. Сондықтан мен ондай жасауға мен әлі мүмкіншілігім аз. Баршаңыз, бәріңіз каналыма тіркеліп, қазақтардың саны көбейетін болса, осы каналда міндетті түрде мен аспаппен, арнайы гитарамен, домбырамен ән айтатын боламын. Сондай, достар. Енді тағы да не айтуға болады? Сонымен осы айтпағым жалпы комментарий, мен өтініш сіздердің достар. Сіздер бір өтініш, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, WhatsApp'та таратып жіберіңіздер. Менің аты-жөнім Нұрсұлтан Молдабаев. Астына комментарий жазыңыздар. Егер сіздерге менің видеоларым, әндерім ұнамайтын болса, сіздердің өтініш, жай ғана шығып кетіңіздерші. Жаман пікірлер жазып, айтудың қажеті жоқ. Өйткені біздің
қазақтың эстрадасында бұлай мен сияқты жан дауыста ыңылдап өлең айта алмайтындай да жоқ. Фонограммамен жаздырып алып, мен фонограммамен жаздырып алған әншілердің қасында мен әжептәуір ән айта аламын деген ойдамын. Сондықтан достар, менің арнама жазылыңыздар. Енді жаңадан көріп отқан адамдар болса, мен айтайын, мен қазақша әндер айтамын, ескі әндерді айтамын, жаңа әндерді айтамын, халық әндерін айтамын. Енді қазіргі эстраданың әндерін айтамын, жан дауыста айтамын. Бірақ мен сондай жұмыстармен айналысамын. Енді осы орайда мен айтайын, ашқанына 3 айдың жүзі болды. Әзірше 800-ден енді асып жатыр менің подписчиктер саны. Енді Құдай қаласа енді тоқтамай еңбектенетін болсам, бірнеше мыңдаған подписчиктер жинап аламын деген ойым бар. Достар, сіздерге айтарым, бұл YouTube каналын ашыңыздар. YouTube каналын ашыңыздар, видео салыңыздар, подписчиктер жинаңыздар. Өйткені бұл тоқтамайды. Мысалы, ВКонтакте, WhatsApp, басқа да әлеуметтік желілер тоқтап қалуы мүмкін, бірақ YouTube тоқтамайды. Білесіздер ме, неге? Өйткені WhatsApp жоқ кездерде, VK жоқ кездерде ең бірінші пайда болған әлеуметтік желі ол YouTube. YouTube'тан сіз әр просмотрға, әр реклама жүргізгеніңізге ақша аласыздар. Бұл өмір бақи болатын сіздердің жұмыстарыңыз. Сондықтан мен сіздерге айтайын, ермеңіздер, YouTube каналын ашыңыздар. Мен сіздерге айтар кеңесім, табыс табасыздар деген ойдамын. Енді сұрақтарыңыз болса, сіздердің егер маған қоятын, комментарийге жазыңыздар. Кез келген сұрақтарыңызға мен жауап беруге тырысамын. Сонда енді мен қазір подписчиктер саны аз. Көбейтін болса, мен тікелей эфирге шығамын. Ол кезде 1000-нан 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 болып жатқан кезде мен сіздерге міндетті түрде мен прямо эфир жүргіземін. Прямо эфирден бөлек мен тағы да басқа қызықты ойындарды жүргіземін. Тағы да әндерді айтамыз. Тікелей эфирде қосылып бірге ән айтамыз. Сіздерді мен шақырамын. Өзім Құдай қаласа сөйтіп шақырамын. Сондықтан достар, менімен бірге болыңыздар. Менімен бірге ән айтыңыздар. Менімен бірге ескі әндерді, жаңа әндерді тыңдап отырыңыздар. Қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийдің астына лайк ретінде жазып отырыңыздар. Ал енді әзірше қош сау болыңыздар достар. Сіздермен әзірше қоштаса тұрамын. Сіздермен бірге Нұрсұлтан Молдабаев. YouTube каналымды қолдаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және WhatsApp'та таратып жіберіңіздер каналдың адресін, яғни ссылкасын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.